оқушыларға адам өмірінің сөз мәдениеті мен маңыздылығын ұғындыру, жалпы адамзаттық құндылықты қалыптастыру, міндетті сөз энергиясы туралы түсініктерін кеңейту, қорлайтын сөздің зиянын, қорғайтын сөздің пайдасын талқылау. Сөз арқылы жағымды орта қалыптастырудың маңыздылығын дәлелдеу. Нәтиже оқушылардың сөздік, психологиялық, физиологиялық, әлеуметтік әсерін түсінеді. Сөздің өмір, адам өміріне ықпалын ғылыми және мәдени тұрғыдан бағалай алады. Оқушылар мысалдар арқылы жаман сөздің адамға тигізер зиянын, ал жақсы сөздің қолдауын сенім беретінін түсінеді. Қорлау мен қорғаудың айырмашылығын ашады. Оқушылардың сөз қолданудың, сөз қолданудың қарым-қатынастарын ұғындырады. Сыныптардың арасындағы қолдау көрсету дағдыларын және жағымды орта құруға атсалысады. Ең бірінші сізге макарон әдісін ұсынуын деп тұрды. Мынау жалпы не бұл жалпы сіздердің ойларыңызша бұл не? Тамақ, түрлері, пішіні, әртүрлі, қандай? Ұзын, иілгіш, жіңішке, сосын иридегі бар, сосын. Енді осыны біздер деген достарымыз деп алсақ. Яғни бұл да біздің достарымыз, достардың өмірі бізге қымбат маңызды болады. Енді біздің достарымыз өзімізге жақсы болу үшін, бізге жақсы қарым-қатынас орнату үшін bunu істейміз. Мысалы, қазір деген сізге неше түрлі ағашқа үйретіп тұрды, өнімдер. Бұны біздер деген бір суды құйып алып жей береміз ба? Жоқ. Не істейміз? Қалай пісіреміз, яғни мына тамақ бізге дәмді болу үшін біз оған неше түрлі дәмдеуіштерді қосамыз. Ал енді ол бізге жаңағы жегенде қандай болады? Жағымды олар, дәмді олар да ұнайды бізге. Енді біз достарымыз бізге жақсы болсын десе, не істейміз? Ол жеміз? Жоқ, не істейміз? Қорғаймыз. Жылы сөздер айтамыз. Сыйлаймыз. Яғни осы тағамға енді біз ұн өнімдерінен оны деген жаңа не істеп тұрқ қой да? Алмастырып тұрқ қой. Яғни бізге ол жаңа жағымды болу үшін, дәмді болу үшін, ас болу үшін біздер оны ұлықтаймыз. Ал енді достарымыз бізге жақсы қарым-қатынас жасау үшін біз оған жылу сыйлай береміз. Яғни қалай тамақ ішсек, біз достарымызда да сондай жақсылықтар көріп жақсы. Досымызда біз досымызға жаман сөздер айтайықшы. Айтып, ластырайық. Достыққа адалма, адалды. Ақпарат басында қандай? Тазалы. Ал енді омаждаршы береміз. Мана қағазымызды қайттан жазайық. Бұл жаңағы аттап қарап біздің деген неміз адалдығымыз, достығымызды. Енді біз досымызды қандай болып? Ал мынаны деген қалпына келтіріңдерші, келе ме қалпына? Жалпы адамды ренжіту үшін бірінші не істеу керек? Ойлану керек, бір жылы сөз бола алады дәлде. Жылу жоқ өмірінің мәніне, бір жылы сөз жетпейді де тұрады, жаурап жүрген адамдардың